Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Балалар, келесі суретке назар аударайық. Мына суретте не көріп тұрсыңдар? Кәне бірге айтайықшы. Доп, матрешка, қуыршақ, кубик. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ал енді осы суреттегі заттарды біз бір сөзбен қалай айтамыз? Ойыншықтар. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, мына жұмбақтардың шешуін табыңдар. Аяғы бар жүрмейді, аузы бар күлмейді, айнымайды бөпемнен, тек сөйлеуді білмейді. Бұл не? Қуыршақ. Жарайсыңдар, балалар. Екінші жұмбақ. Шіркіннің өзіне обалақ, жүреді аяқта домалап. Бұл не, балалар? Доп. Жарайсыңдар. Балалар, мына суретке қараңдаршы. Егер бір ойыншық болса, біз ойыншық дейміз. Ал бірнеше ойыншық болса, ойыншықтар дейміз. Ал ендеше қазір біз осы ойыншықтарды атап айтып көрейік. Жекеше және көпше түрде. Қуыршақ. Қуыршақтар. Доп. Доптар. Кубик. Айтамыз, балалар? Кубиктер. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, мына суретке мұқият қарап, мына суреттегі ойыншықтар неден жасалған екен, кәне бірге анықтап айтайық. Балалар, мына суреттегі ойыншықтар темірден, матадан, ағаштан, резеңкеден жасалған екен. Ал сенде осындай заттардан жасалған ойыншықтар бар ма? Мен сендерге жаңылтпаштар дайындап әкелдім. Бірге қайталайық. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар, 4 шар бар. Ал енді осы жаңылтпашты тезірек айту керек. Ақ шар бар, көк шар бар, көп шар бар, 4 шар бар. Ал енді бірге қайталап түрліс тарту жаттығуын жасайық. Шақ, 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 әдемі қуыршақ. Шық, 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 көп ойыншық. Ан, соғады барабан. Мен сендерге керемет ойын әкелдім, балалар. Ойын не артық деп аталады? Мына суретке қарап, қай зат артық екен анықтаңдар. Ал келесі суретте не артық деп ойлайсыңдар, балалар? Ал мына суретте не артық? Жақсылап ойланып жауап беріңдер. Балалар, ойыншық туралы тақпақ бар екен, соны бірге жаттайық. Бірге қайталайық. Ойыншықтарым көп менің, бәрін жақсы көремін, кешке дейін жалықпай, бірге ойнап жүремін. Жарайсыңдар, балалар, біз ойыншықтар туралы тақпақ жаттадық, жаңылтпаштарды айттық, тілімізді жаттықтырдық. Ал енді өзіміздің сүйікті ойыншығымыздың суретін салайық.